Түрмеден келген қыздың әңгімесі, бірінші бөлім. Сонау 18 жасымда мектеп бітірген шағым. Өзім әке-шешемнің еркелеп өскен жалғыз қызымын. Сонан олар менің ешқашан бетімнен қаққан емес. Өмірімде өзім қалаған таңдауым болса, соның бәрін жасады. Мен сонда мектеп бітіргеннен ешқандай оқусыз жұмысқа тұрдым. Жалпы әке-шешем ауқатты жерден шыққандар. Бір қоңыраумен бір мекеменің бастығының оң қолы болып шыға келдім. Өйткені ақша жағынан ешқандай проблема жоқ болатын, алаңсыз едім. Ал енді өзім жайлы айтсам, түр-тұрпатым келбетті. Көп еркектердің көзіне түсетіндей, дене бітімім жігіттердің ойын бұзатындай қызбын. Көптеген жігіттер артымнан жүгірді. Бірақ бәрінің беттерін қайтарып бас тарттым. Сонда менің өзіме өзім сенімді болғаным сонша, анау-мынау жігіттерді менсінбейтін мінезімде бар еді. Сөйтіп жүріп бір үйдің жалғыз қызы болсам да, бірге тұрмай бөлек тұрып жаттым. Ал жұмысқа орналасуым жай ғана тәжірибе жинасам деген ойым болды. Сондағы жұмыста соңымнан қалмай жүрген бір жігіт бар еді. Жасы менен 3 жасқа үлкен. Қипақтап келіп, ананы мынаны айтып отыратын. Оның да кеудесінен қағып қарамай қойдым. Сөйтіп жүргенде арадан 6 айдай уақыт өтті. Ол жігіт қыр соңымнан қалмады. Бір күні бірге жұмыс істейтін құрбым хабарласып, қала сыртында қыздармен отырайық деген ұсыныс айтты. Құрбым болған соң не дейін, мақұл деп келісе кеттім. Ол қала сыртында орналасқан дача еді. Көлігімді тастап, таксимен бардым. Сөйтсем басқа қыздар келмеген. Күте тұрайын деп түсіп қалдым. Сонда қарасам, әлгі үйдің есігі ашық екен. Жарығы қосулы тұрғанға ішіне кірдім. Сол кезде үйдің ауласына келген көліктің дауысын естідім. Негізі құрбылармен бұл үйде бұрында отырғанбыз. Демалыстарда келетінбіз. Мына келгенде үй ішіне бірге жұмыс істейтін, әлгі соңымнан қалмай жүрген жігіт кірді. Сен неғып жүрсің? Сені кім шақырды деп дүңк еткіздім. Ол болса түрін суытып бір қарады, бірақ үндемеді. Оның мұнысы маған бір түрлі көрініп, қорқа бастап, ендеше мен кеттім, сен өзің отыра бер деп шыға бергенімде бұл менің кеудемнен итеріп диванға отырғызды. Сен бүгін мына жерден кетпейсің, дейді көзі аларып. Таңданысымды жасыра алмай отыра қалдым. Сол кезде үй сыртында дабырлап сөйлескен 4 жігіт кіргенде әлгі коллегам шығып кетті. Олар маған жан-жағымнан сөйлеп мазақ қып бастады. Бұлардың не жігіттер демін көзім бақырайып. Олардың мені тыңдайтын түрі жоқ. Онан сайын қарқылдап күліп, дөрекілікке басты. Соңында біреуі маған жақындай түсіп, қапсырақ шақтап аймалай бастады. Сонда ғана бір сұмдықтың болатынын біліп, қашып шығуға тырыссам, олар мені жібермеді. Соңында өтініш айтып, жіберіңдерші деп жалына бастадым. Өздері ішіп пе, шегіп пе алған? Жігіттер мені тыңдасын ба? Керісінше біреу келіп, сол жақ бетімнен шапалақпен тартып жіберді. Сол жерде мұрттай ұшып шалқамнан түстім. Міне осымен бәрі бітті. Әрі қарай қауқарсыз жатқан маған тиісе бастады. Ол үйдің іші шағын ғана 3 бөлме еді. Басқа бөлмеге апарып, ағаш төсекке жатқызып, бірі қолымнан, бірі аяғымнан ұстап, киімдерімді шеше бастады. Қысқасы, олар мені кезек-кезек зорлады. Сол жерде бақырып жыласам да, жалынып жалбарынсам да, әурелегендерін тоқтатпады. Мен зорлымның сау жерімді қоймады. Күшке басып бәрін ұрды. Былайша айтқанда, зорланбаған жерім қалмады. Қайтейін, қалай қарсы тұрайын? Сомбалдай 4 жігіт. Мен ол кезде 12-ден бір гүлі ашылмаған қызығы бар гүл едім. Зорлықты гүлі төсек дегеннің не екенін білмейтін кезім. Осылайша мен сорлы сұмдық зорлықтың құрбаны болдым. Соңында тояттап алған 4 малғын бөлмеден шыға бергенде 5-ші жігіт кіріп ол басады. Білмеймін, тап қазір есімде жоқ. Олар мені 3 сағаттай зорлаған шығар. Сонан соң қарсы бөлмеге өтіп, есірткіге көшті. Өздерінше бақырып, ырқыл-жырқыл айғай-шу. Сол аралықта мына соңғы да шаруасын тындырып шығып кетті. Қарап жатырмын. Басқа бөлмеде өздері әңгіме айтып отыр. Мен сонда есеңгіреп біраз жатып, орнымнан тұрсам, анадай жерде жатқан үшкір пышақ көзіме түсті.
Жаймен тәлтіректеп барып қолыма қысып алдым. Негізі менің оларды пышақтаймын деген ойым болған жоқ. Бар ойлағаным мына үйден шығып кету ғана болатын. Алайда адамның емес, Алланың қалағаны болады дегені рас екен. Шығып бара жатқанымды көрген біреуі теңселе басып жетіп келді. Қарасам аяқ үстінде әрең тұр. Қатты мас екен. Қолынан сытылып кетпекші болдым, жібермеді. Керісінше әлгі бөлмеге қарай сүйреп, «Еще разок» дейді тілі күрмеліп. Онан шортысын түсіріп, әне бәлесін шығарғанда тіпті қаным басыма шапты. Өйткені екі иығымнан күштеп басып отырғызып, аузыма салмақшы. Мә саған малғұн деп тамағынан орып жібердім. Сол жерде судай шашыраған қан бөлменің ішін жуып кетті. Судан шығып есігін жаба салдым. Сөйтсем сыртқы шығатын есікке сүйеніп тағы біреу тұр. Оның да мені жіберетін түрі жоқ. Жолымды бөгеп көлденең шыға берді. Мә саған деп мұның да жүрек тұсына тығып алдым. Ақ деп барып кеудесін ұстап отыра кетті. Сол жерде есікті ашып жіберіп қаша жөнелгім келген. Алайда соңымнан жеткен тағы бір жігіт жабыса кетті. Мә саған да керек болса, жіңішке жүзді өткір пышақ қойсын ба? Қан бұрқ ете қалғанда ішін ұстап қашқан жігіт тәлтіректеп басып әлгі бөлмеге жетіп үлгерді. Сонда ғана мен олардан қашып құтыла алмасымды біліп шабуылға көштім. Әсте олар менің қолымда пышақ бар деп ойламаса керек. Жан-жағымнан жабыса кетті. Тістеніп алғанмын. Жалаңаш жігіттердің бірінен соң біріне тығып ала бердім. Олар сонда көздері аларып бір-бірден құлай берді. Қысқасы 3 жігіт 3 жерде сұлап жатты. Анау бөлмедегі тамағынан орғаным 4-ші. Сонда тағы біреу қайда? Оны тірі қалдырсам айтып қояр деген қорқыныш пайда болғанда, мен сол 5-ші жігітті іздей бастадым. Таптым, оны да таптым. Орнынан тұра алмайды. Удай мас немесе шегіп алған төрдегі кереуетте жатты. Қолыма жалаңдаған пышағымды ұстап, жақындай бергенде көзі жәудіреп басын бұға берді. Кешір қарындасым, кешір, бір рет тізерлеп отырып жалынамын, дейді даусы дірілдеп. Өйткені ол қанға бөгіп, домалап жатқан мыналарды көрді. Бір сұмдықтың болып жатқанын іші сезді. Онан менің қолымдағы пышақты көргенде тіпті иман зәресі қалмады. Алайда қашайын десе, аяқ қолында жан жоқ, қатты мас. Мен тоқта деп шырылдағанда, сен тоқтамадың ғой, деп шашынан тартып басын қайырдым. Даусы қарлығып жылап біраз жалынды. Жоқ, мыналардың бәрі үнсіз қалды. Демек олар өліп жатыр. Сонда жалғыз сені аман қалдыруға болмайды. Кешір, коллега. Мұндай сорақылықты мен сенен күтпеген едім. Осыны ұйымдастырған сенсің. Маған қолың жетпейтін біліп, әдейі жасадың деп жауырына мініп алып, шашын онан сайын тарттым. Сонда қатты қорыққан жігіттің «Ей, кешірші мені» деп айтуға ғана шамасы болды. Шамасы емес, уақыты болды. Онан әрі қорылға басты. Себебі тамағынан орып жіберіп, қоя бергенімде қаны сиген тамағын ұстап тұра қашты. Бірақ үйден шығып кете алмай, табалдырыққа жетіп құлады. Сонда ғана мен бейбақ өзімнің не істеп қойғанымды біліп қаша жөнелдім. Содан үйге жетіп, жуынып, шайынып, қан тамған киімдерімді жасырып, аяқтың бәрінен құтылуға тырыстым. Осылайша 3 күн үреймен үйімнен шықпай жатып алдым. Сондағы қорыққаным сонша, есік алдына шықсам, полиция аңдып тұрғандай көрінетін. Алайда үн-түнсіз жатқанымды білген әке-шешем қоңырау соғып, хал сұрап бастады. Үйдемін, бәрі жақсы деймін анама. Онан қоңырау соққан әкеме де осы сөзді айтамын. Бәрі жақсы болса, жұмысыңа шықсайшы, сені таппай менен сұрап жатыр ғой, дейді әкем. Жарайды пап, ертең шығамын деп алдап қоя саламын. Бірақ оның ертесіне де жұмысқа бармадым. Қалай барайын? Біздің полиция дабыл қағып, шуласып жатты. Бұл менің зәремді алып, онан сайын қорқытты. Соңында полицияға барып өзім берілдім. Мұны естігенде таныстарының бәрінің төбелеріне жай түсіп, өз көздеріне өздері сенбей, қалай болған, қай жерде болған деп өзара сыбырласып, сұрасып жатты. Әрі қарай тергеу амалдары басталды.
Сонда ғана мен сорлы істің мән жайын анық түсінгендей болдым. Қолыма кісен салып, әлгі дачаға апарғанда, бірі шалқайып, бірі бүк түсіп жатқан адамдардың манекендерін бормен қоршап, сызып қойыпты. Бәрі көз алдымдағыдай қаз қалпында. Оны көргенде бірме-бір ұстап, бауыздағандарын есіме түсіп, сол жерде бәрін мойындадым. Сонда да менің тәнімнен табылған зорлық белгілері мен төменімнен табылған әртүрлі жігіттің шауқаттары құтқара алмады. Сот үкімімен 5 жылды арқалап кете бардым. Сотқа келген туған туыстарым мен әке-шешем көз жастарын көл қылып артымда қала берді. Бірақ әрі-бері жүгірген әкем ақша тығып 5 жылды 3 жылға ауыстырды. Сөйтіп жүргенде 3 жыл өтіп бостандыққа шықтым. Сонан соң жұмысқа баруға бет жоқ. Әкемнен ақша алып, сұлулық салонын аштым. Қысқасы, мен бейбақ жасым 22-ге келмей жатып, мына өмірдің ащысын да, тәттісін де көрдім. Алайда жасың біразға келді ғой қызым. Жөні түзу жігіт жолықса, бас қос. Басың екеу болмай, малың екеу болмайды, деп анам сыбырлай берді. Оларға жеңгелерім мен құрбыларым қосылды. Сөйтіп жан-жағымнан шулап жүріп, біраз жігітпен таныстырды. Бірақ мен қайтейін, жүрегімнен жігіттерге деген өшпенділік кетпей қойды. Сол үшін олардың ешбірімен жараса алмадым. Жасым болса кетіп бара жатыр. Күнделікті қалаған уақытымда жұмысыма барып келемін. Сонан соң түнімен жалғыздық жолдасым, жастығым сырласым болады. Соңғы кездері ұйықтап жатып, шошып оянатын болдым. Күндер зулап өте берді. Қатарымнан бөлек құрбыларымнан айырыла бастадым. Себебі аяғыма нық тұрып, басымды көтеріп алдым. Былайша айтқанда, сән салоным үлкейіп, бизнесім өрге домалап бара берді. Алайда соңғы кездері жалғыздығым жаныма батты. Пенде болған соң жан-жағыңа қарайсың ғой. Қатарымның бәрі тұрмысқа кетіп болған. Және олар менімен араласқанды қойып, сап тыйылды. Сөйтсе менімен араласуға олардың байлары қарсы екен. 3 бірдей жігітті өлтірген қызбен араласпайсың дейді екен. Сонда олар үшін мен кінәлі болып тұрмын ғой. Оның үстіне бәрі бірі-бірін таниды. Мысалға, сол жігіттің бірі менің құрбымның туған нағашысы екен. Мұндайда олар үшін қашанда мен кінәлімін. Ал оларға мені бірінен кейін бірінің зорлағанына түк емес екен. Қазақта құнажын көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген сөз бары рас. Ішіп отырған жігіттердің үстіне өзі барыпты деп соқты. Өзіне де сол керек деп тағы да қырғады. Ең сұрақысы анау коллегасымен жатып жүрген екен. Соның көзінше басқа жігітпен жатып ұсталып қалыпты. Бәрі содан басталыпты деген өсектері еді. Құдай-ау, тілде сүйек жоқ дегені осы екен. Міне осының бәрін көтеріп жүру маған оңайға соқпады. Сол ішінде өзімне өзім шет қалып бара бердім. Шыны керек, жігіт көрсем жек көріп кететінмін. Өйткені жігіттердің бәрі сондай деп ойласам керек. Қысқасы, түрмеден кейінгі өмірім жалғыздық басталды. Бір күні үйде отырсам, бір клиентім қоңырау соғып, 8 наурызға бірге отырсақ дейді. Жоқ, рахмет деп шошып кеттім. Неге құрбым, екеуміз ғана отырамыз, берекеміз ғой дейді. Бұл қызды 1 жылдан бері танимын. Салоныма келіп, шаш қидырып жүретін. Содан екеуміз жас шамалас болған соң араласып кеттік. Шыты қатынасып барып келмесе де, қоңырау соғып, хал сұрасып тұратынбыз. Соңғы 1 жылда сөйлесіп жүрген қызым осы ғана еді. Жалына берген соң сөзін қимай, барсам барайын дедім. Содан жеке кабинкада әңгіме айтып отырсақ, үстімізге бір жігіт кіріп келді. Танысып қой, Мәлкен деген ағам болады, дейді құрбым. Басында тұраға шыққым келген. Бірақ әлгі жігіттің жылы шырайы мен салмақты сөзі сол райымнан қайтарып тастады. Жасым 27-де, шетелде оқыдым дейді. Негізі мұның бәрін әлгі құрбым ұйымдастырғанын білемін. Біреу бақытына себепші болса жақсы емес пе? Енді менің осы жігітпен өмірім басталды. Күнде хабарласып, хал сұрайды. Кішігірім сыйлықтар жасайды. Әйтеуір жиі көңіл бөліп, келіп кетіп тұрады.
Айтқандай, баяғы құрбым ештеңе білмеймін деп ат-тонын ала қашты. Мен сол күні кешігіп бардым. Сөйтсем осындай сұмдық жағдай болыпты. Көзім ештеңе көрген жоқ, ештеңе білмеймін. Өйткені мен 1 сағаттай кешігіп бардым деп полицияға жазып беріпті. Оның бармаған қайдам, соңына түсіп сұраған мен жоқпын. Өзім сол кезде шок боп жатқанмын. Бірақ олар соны әдейі ұйымдастырғанына күмәнім жоқ. Ал коллегам өліп кетті. Оны өз қолыммен бауыздап салғанмын. Айттым ғой, бәрін бастаған сол еді. Содан бір күні әлгі жігіт құрбым екеумізді қонаққа шақырды. Бармаймын десем болмады. Оның үстіне құрбым да қолқа салып қоймады. Үшеуміз қаланың қақ ортасындағы кафеге бардық. Әңгіме айттық, іштік, жедік, биледік дегендей жастарға тән қылықтар болды. Екеуміз қыдырайық дейді жігіт. Жоқ, мен үйге қайтуым керек деп қаша жөнелдім. Ұнайды маған. Бір еркектей ұнап жүрген жігіт. Жеке қалып сөйлесе ме десем, қашып кетіпсің ғой дейді құрбым ертесіне. Менің жағдайымды білесің ғой, жігіттерден қорқып қалғанмын дедім. Иә, түсінемін ғой, бірақ сен ол оқиғаны оған айтпа, құрбым, жарай ма деді. Оқиғаны деп баяғы қырғында айтып тұр. Сол 3 жігіттің қаны менің мойнымда. Сол қанды қырғынды ұмытқым келеді. Есіме түссе елегізіп қорқамын ғой. Жоқ, мен оны ешкімге айтпаймын құрбым десем, иә айтпа, мына жігітке аузы ашпа, ол жайлы. Бұл менің нағашы ағам, өте жақсы жігіт дейді. Сонымен не керек? Сөйтіп жүріп арадан 3 ай тағы да өтті. Күлім деген көктем келді. Мына жігітпен арамыз жақындай түсті. Екеуміздің арамызда кәдімгідей махаббат басталды. Өзім де ойланып жүргенмін. Астымда көлігім, басымда үйім, және де 2 салонда бизнесім бар. Енді бір жақсы жігіт болса, өткеннің бәрін ұмытсам, Құдай менің бағымды ашса дейтінмін. Әне сол бағымның ашылуына аз қалды. Тіпті әнеу бір қол созым жерде тұрғандай. Енді бір ұмтылсам, жетіп қолыма қонатындай көрінетін. Сонымен көктем шыға бұл жігіт қыңқылдап келіп үйленемізге басты. Осылай жүре береміз бе? Жасымыз кетіп барады. Үйленіп үй болайық дейді қипақтап. Жоқ, әлі ерте. Тағы да бір шама жүре тұрайықшы деп мен кері тартамын. Тартпайше, анау 5 жігіттен көрген қорлығым бір басыма жетерлік еді. Бұл болса сондайды меңзейді, яғни төсекке тартқысы келеді. Оған менің ынтам жоқ. Анандай сұмдық басымнан өткен соң, төсек дегеннен өлердей қорқып қалғанмын. Тіпті жігіт көрсем, желдей есіп қашатын болғанмын. Айтқандай, сотта мен өзімнің зорлық көргенімді дәлелдеп баққаным бар. Бірақ 3 бірдей жігіт өліп, 2 бала ауыр дене жарақатын алған соң, бәрібір жыл кесті. Сондағы айыптаушының сөзі: неге пышақ соқтың? Неге сотқа арызданбадың? Неге полиция шақырмадың? Неге қаштың дегендей сұрақтары болды. Біздің адвокат бұл қыз өзін-өзі қорғады дегенге, анау коллеганы жатқан жерінде бауыздаған, бұл әдейі жасалған деп мемлекеттік айыптаушы жақ аса ауыр айып тақты. Сонымен әлі-бері 3 айлық тартыстан кейін мен бейбақ 5 жылдар қалап кетіп отырдым. Жалпы менің әкем де мына маған жыл кескенін қалаған соңынан естідім. Өйткені сотталмай қалсам, анау жігіттердің туысқандары аңдып жүріп жазымылар деп қорыққан екен. Ал енді түрмеде көргенім бір бөлек. Ол енді сұмдық. Ол жерде болған жағдай адам сенгісіз сорақы да қитұрқы еді. Себебі уақытша тергеу изоляторында 3 ай жатып, соттың үкімі шыққаннан кейін мені әйел қыздар колониясына этапқа жіберді. Сөйтіп, қиырдағы алыс бір аудан шетіндегі түрмеге барып түстім. Сол күні моншадан шығып, киім ауыстыруға барсам, қарлығаш атты орта жастардағы бір келіншек күтіп отыр екен. Дегеннен стадия сұрап шүйіркелесе кетті. Қысқасы, мен сорлы осы келіншектің әрі жігіті, әрі қызы болдым. Бұл осы түрмеде 9 жылдан бері отырған, аса ауыр қылмыс жасаған зіг еді. Оның айтқан сөзі түрменің ішіне заң. Отыр десе отырып, тұр десе тұрасың. Қысқасы, 18-ге енді толған мен сол келіншекке қатты ұнап қалыппын.
Әне сол келіншек менің үстімде талайдың басын жарып көзін ағызды. Оны да жасырмаймын. Бұл дегенің әйелдер түрмесінің ішкі заңы. Өйткені ол жерде еркек жоқ, қаптаған әйелдер. Бірақ бірін-бірі бай қатын қып, жеке меншіктеп иеленіп алғандар. Күштінің көті дермен тартады деген осы екен. Сонымен мына жігітпен арамыз жақындап, мен оған үйлене бастадым. Бір күні аяқ асты ол менің жұмысыма келді. Екеуміз әңгіме айтып, шай ішіп отырмыз. Мен сенен бірдеңе сұрасам бола ма, дейді. Сұрай ғой деп бетіне қарадым. Ендеше ренжімес жаным, сен осы жігітпен жатып көргенсің бе? Әлде пәк қызсың ба, дейді. Мұны естігенде не айтарымды білмей, сол жерде ішіп отырған шайыма қақалдым да қалдым. Ол болса төмен қарап, жауап күтіп отырды. Енді не айтсам екен деп біраз ойландым. Сонда менен нақты жауап ала алмаған жігітім, болғансың ғой, айта берсейші. Оның несін жасырасың, жаным, дейді күлімдей қарап. Не десем екен, Анау құрбым айтпа деп қойған. Бұл соның ағасы. Мүмкін бар сұмдықты айтқаным дұрыс та шығар. Әлде айтпағаным дұрыс па екен? Сен ештеңеге алаңдама, жаным. Тек шындықты айт. Егер қыз болсаң, қызбын де, қыз болмасаң, қыз емеспін де. Білесің бе, біздің төсекті жеңгелеріміз тексереді. Егер қыз болмасаң, менен деймін де, өзім ойныма аламын, деп айтып салды. Осыдан кейін менің амалым қалмады. Бір жігіттен алдам қалдым деп айтып салдым. Құдай-ау, өтірік өрге баспайды деп, атам қазақ бекер айтпаған ғой. Ата-бабамыз не айтса да бәрін дұрыс айтып кеткен екен. Ал айтпасқа мен сорлының амалым да жоқ еді. Өйткені түрмеде әлгі келіншектің әйелі болдым ғой. Әрине жақсы көргенімнен емес, қорыққанымнан болдым. Қазіргі заманда әнеу бір жасанды бәле бар. Ондай нәрсеңіз түрме ішінде жетеді. Размеріне қарап, түрі-түрінен бар дейін. Онан басқа жолы да жоқ. Ол жерде күзетшілерден басқа еркек атаулына емге таппайсың. Тапқаны да оларға жақындамайды. Өйткені өңшең маскүнем, наркоман қатындар отырады. Сондағы зектердің басым бөлігі наркотикпен ұсталып сотталғандар. Онан көбісі инеге отырған кәнігі игла наркошалар. Сонда олармен жатып, күзетшінің басы екеу емес қой. Қысқасы бұл менің қыз еместігімді біліп алған соң, онан сайын қыңғылдай бастады. Сондағысы төсектес болайық дейді. Мен бейбақ онысында көндім. Қайтейін, келісім бермесем, қипақтап қояр емес. Дегеніне көнбесем, тастап кететіндей көрінетін. Жасым келіп қалғанда, мен бұл жігіттен айырылғым келмеді. Оның үстіне жүрегімнің түріне жатқызып алғанмын. Жақсы көремін, ұнатамын. Міне осылайша мен сорлы 5 жігіттен қалып, онан түрмедегі күйеуімнің қолынан өтіп, соңында мына жігіттің құшағында жаттым. Сонда бір жағынан қарағанда айырмашылық жоқта сияқты. Жасандысы не, табиғи не, бәрібір екен ғой деймін. Тек анау әйел, мынау еркек. Айырмасы сол ғана. Сөйтіп жүргенде көктем бітіп, жаз басталды. Бір қызығы, менің құшағыма түнеген күннен бастап, жігітім сап тыйылды. Бұрынғыдай қашан үйленеміз дегенді қойды. Тіпті мүлде қойды. Мамам ауырып, жағдайымыз болмай кетті, дейді мүләйімсіп. Сауығып кетсінші деп қолына тиын тебен ұстатамын. Онан құшағыма басып жұбатқан боламын. Құрбым, мамасы ауырып жатыр екен ғой. Қатерлі ісік тиме, сондай екен деп сұрадым бір күні. Иә, қатты ауырып жатыр. Бірақ мен ол үйде әпкемнен басқа ешкіммен араласпаймын, дейді. Құрбымның әпкем дегені менің жігітімнің мамасы ғой. Сонда бұл екеуі нағашы жиенді болады. Қысқасы күндер зулап өте берді. Бір күні менің жігітім сап тыйылып хабарсыз кетті. Мен бейбақ күтіп жүре бердім. Пәленкес көрінбей кетті деп сыбырладым шайға келген құрбыма. Мамасы қатты ауырып жатыр еді. Соған алаңдап жүрген шығар, дейді бұл. Онан әрі қандай аурумен ауыратынын көргеннің бәрі қол ұшын созып көмектесіп жатқандығын айтты. Ол өзі де 2 айлығын жазырып көмек бергенін айтты. Ендеше менде қолымнан келгенше көмектесейін. Бәрі көмектесіп жатқанда менің қарап отырғаным ұят шығар, дедім. Құрбымды Құдай өлтірсін бе? Иә, жағдайың бар ғой,
Науқасқа көмектессең, сауап болады деп мені әрі қарай итермелей түсті. Бір қызығы осы әңгімеден кейін ертесіне-ақ менің жігітім пайда бола қалды. Мен бейбақ сол баяғы аңқау сүйінгіштігімнен ештеңе аңғармаппын. Керісінше жігітім қайтып оралғанға құшағына құлап, қалтасына ақша тықтым. Мүмкін мұны аңғалдық деуге де келмес. Негізі сауап болсын дегенім еді. Өйткені үш бірдей жігіттің қанын мойныма жүктеп жүргенім өзіме аян ғой. Мұны тек басынан өткізгендер ғана біледі. Қанша жерден өздері кінәлі дегенмен, адамның жанын алу сұмдық нәрсе. Тіпті тауығыңды жеп, маза бермеген итті сойып көріңіз. Бұл деген жүйкең мен жүрегіңе түскен салмақ. Үнемі өзіңді өзің іштей жеп, қатты күйзелісте жүресің. Сол үшін азап жылы сөйлеп, күле қараған адамға тез бауыр басасың. Міне мына жігітпен де мен бейбақ сондай халде жеттім. Өзі аққұба әп-әдемі, оның үстіне жылы-жылы сөйлейтін тәтті тілі тағы бар. Айта кетейін, тап осы жігітке $3000 көлемінде ақша беріп ем. Бұл сол кездегі 550 мың теңге шамасында болатын. Мұны естіген жұрт нағыз далбаса бұл дейтін шығарау. Анау түрмедегі келіншекті бұлай ысырып қойғанда етегімді еркімен көтерткен жалғыз жігітім осы қайтейін. Сонымен анамды Астанаға алып ұшамын деген жігітім ақшаны алып тағы да жоғалды. Құрбым, жігітім хабарсыз кетті ғой. Тыныш па екен, мамасы қандай екен деп сұрағанымда, ақша бергенің жақсы болыпты. Құдайға да берсең жағасың деген ғой. Бұл үлкен сауап іс деген құрбым келіп кетіп хабарын беріп жүрді. Жігітім болса анда-санда қоңырау соғып, хал сұрайтын. Мен сорлы оған, менде бәрі жақсы, жаным, өзің қалайсың? Мамаңның жағдайы қандай? Деп безек қағамын. Жақсы, беті бері қарап келеді деп сыпылдайды келіп. Қысқасы бірін айтсаң, бәрін айт дегендей, ағалы қарындасы екеуі мені біраз жерге сүйреді. Адамның аласы көрінбейді, өйткені ішінде дегені осы екен. Сол кеткен 3000 көк қағаз түк емес еді. Бір күні келген жігітім, анамның жағдайы нашарлап барады, көзім тірісінде үйлен деп отыр, деп тағы жыламсырады. Онда мамама бір ауыз айтайын деппін. Жоқ жаным, айтпай қоя тұршы. Мамам әрі-бері боп қалама деп тойдың күнін белгілеуге қорқып тұрғаным. Сол үшін қазірше мамаға да папаға да айтпашы дейді. Мен сорлы осы сөзге де сендім. Себебі сап-сау тірі адамды ауру деп ортаға салып, ақша алады деп ешкімде ойламаса керек. Қысқасы менің қалтамнан ұсақ-түйекке ақша кете бастады. Анандай дәріге жетпей жатыр, мынандай дәріге жетпей қалды деп нәйімсіп қоңырау соғады. Онан көп өтпей салоныма келіп отырып алады. Сонда бір ақша сұрап келгенінде, жаным-ау, сен өзің жұмыс істейсің бе? Деп сұрадым. Шынымды айтсам, мен осыны қорқа-қорқа әрең сұрадым. Себебі анасы ауырып жатқанда, мұндай сөз көңіліне тиме деп қорықтым. Анам ауыр халде жатқанда, қалай істеймін? Анама қарайтын адам жоқ қой, дейді төмен қарап, жер шұқып отырып. Мұндай сөзден кейін сенбей көріңіз. Ол өзі сен ұнатып жүрген жігіт болса, саған үйленеміз деп үміт беріп қойса. Сондай-ақ бай мен қатын сияқты бір төсекке жатып жүрген болсаң, үміттің ұшқынын үрлеп, тұтатып қойғаны тағы бар. Мен сорлы сенбегенде қайда барайын? Қысқасы бұлар мені мың айналырды. Әйтеуір алақан жайып, ақша сұрап шаба берді. Сөйтіп бір айналырғанда шыр айналырды. Былайша айтқанда құрыққа ілді дегені осы екен. Соңында қарындасы екеуі екі жағымнан жәукемдеп бастады. Мен сорлы сонда ғана әлденені аңғарғандай болдым. Шынымды айтайын, мына біздің аймақта ешкім де жақсы айтпайды. Қай аймақ екен айтсам, осы жерде қақ жарылып, қырқысып шыға келесіздер. Онсыз да біздің облысқа жақсат жоқ. Не шықса да сол жақтан шығады деп жазып бастайды. Расау, әсіресе бізде жақта әртүрлі қитұрқылар бар. Мұндай биліктен бастап, сонау төмендегі шөпкетшаларға дейін бірінің аяғынан бірі шалып, жығып жатады. Әйтеуір бірінің орнына бірі таласып, бірінің үстінен бірі жазған арыз көп. Құдай сақтасын, мұндайдың соңы жоқ, тоқтамай кетіп отырады.
Бір сөзбен айтқанда, өссең көре алмайды, өшсең тіпті өлгеніңе қуанады. Бір күні мені жеке шақырып алған әкем: «Қызым, сен мені кешір, осының бәрі менің кесірім ау» деп құпиясымен бөлісті. «Ойбай, сіздің мұнда не қатысыңыз бар әкешім?» деп таңғалдым. «Бары жоғын нақты білмеймін қызым, бірақ анау жаралы жігіттің әкесі кезінде менімен өшескен еді» дейді. Мына сөзден кейін аңтарылып біраз тұрып: «Сол әңгімені қозғамаңызшы, есіме түсіргім келмейді» деп жылап жібердім. «Болды қызым, болды. Әйтеуір сақ болып жүрші деп айтып жатқаным ғой. Жылама» деген әкем басымнан сипап отыра кетті. Қайтейін, қалай қылайын? Сол күнгі сұмдықты осы күні де есіме алғым келмейді. Шыбын жанымды шырқыратып, қорлағандарына өрімдей жап-жас жігіттерді шеттеріне бауыздап тастадым. Әрине олар қатты мас еді. Оның үстіне қараңғы коридорда қолымда тұрған пышақты көрмеді. Сол үшін ол сорлар алаңсыз келіп, бірі шашымнан, бірі мойнымнан, бірі белімнен ұстап, сүйрелеп арпалыса бастады. Сонда мыналар мені тағы да зорламақшы деп қатты қорыққан мен бейбақ бірінен кейін біріне қолымдағы пышағымды тығып ала бердім. Тырдай жалаңаш денелеріне үшкір пышақ кіріп шыққанда ғана кеуделерін ұстап құлай берді. Ал анау соңғысын куәгер қалмасын деген оймен әдейі бауыздаған едім. Әрі қарай несін айтайын, істі болып сотталып, сонда жүріп қатынға қатын болдым. Ал енді мына әкемнің сөзінен кейін менің миым жайлап жұмыс жасай бастады. Әкемнің жан дегенде жалғыз қызымын ғой. Аяғынан шалдырамын ба? Алайда менің түсінгенім, анау екеуінің де қатысы бар болғаны ғой сонда. Олардың жүріс-тұрыстары қызық өзі. Анау анаған айтпа дейді, мынау мынаған айтпа дейді. Анау екеуі де ақша сұрап, көмегімді беріп жүрген жігітпен құрбымды айтамын. Міне, мен енді сол екеуінен күдіктене бастадым. Өйткені екеуінің де соңдары сұйық, жұмбақ жүретін біреулер екені байқала бастады. Сорлы қыз, бұл екеуіне қайдан ғана жолықтың екен деймін іштей тынып. Қайтейін, өзім араласатын құрбыларым қалмаған соң, осы қызбен достасып, сенім артып едім. Мына қызықты қараңыздар. Сөйтсем бұл қыздың да өзінің жеке сұлулық салоны бар екен. Әсте менің аяғымнан шалуға келген шығар. Бизнестегі бәсекелестік дегенді ешкім жоққа шығарған емес. Ол барлық жерде бар. Сонда мен мына қызға тікелей бәсекелес болып тұрмын ғой. Қысқасы, кешегі әкемнің сөзінен кейін қатты ойлана бастадым. Өйткені әкем астарлап сөйлеп, айылыңды жи қызым дегендей қылды. Демек, ашып айтуға өзі де қорқады. Немесе қызым қорқып, шошиды деп қорқады. Сонда менің әкем нені меңзеді екен? Әйтеуір сақ жүр дегендей сөз айтты. Құрсын, Құдай да сақтансаң сақтаймын деген. Енді сақтану керек. Қазақ сақтықта қорлық жоқ деп бекерге айтпайды. Бірақ соның бәріне кеш болған сияқты ма қалай өзі? Енді мен кеш болса да есімді жидым. Содан қанша сұраса да, анау жігітке ақша бермеймін деп шештім. Төсекке тартса барып, ақша сұраса беріп, соншама қадірсізім бе? Бермеймін дедім бе? Бермеймін. Бітті. Менің осы аяғымды тартқалы жүргенім сезсе керек, құрбым жиі хабарласып, хал сұрайтынды шығарды. Өзім барып анасының көргім келеді, дедім. Ол кісі больницада жатыр, қалай көресің деп сөзді бұрып әкетті. Тым болмаса телефонмен сөйлесе алатын шығар десем, жарайды, мен оған мамаммен сөйлесір деп айтайын деп қоя салды. Осыдан кейін бұл жігіт менен аяғын тартты. Бұрынғыдай ұсақ түйекке деп ақша сұрамайтын болды. Сұрамақ түгілі келмейтін болды. Сонда бұл менің аңқаулығым ғой, өзім айтсам болады ғой осы сөзді. Мен болсаң арамызда құрбымды тығып, айтатынымды соған айттырып жүрмін. Сөйтіп жүргенде арадан бір айдай уақыт өтті. Сонда ғана зым-зия болған жігітім қайта көрінді. Бұл енді бұрынғыдай алақан жаймай, құшағын гүлге толтырып әкеліпті. Мен бейбақ сол жерде өткеннің бәрін ұмытып, жібіп сала бердім. Мен саған үйленсем деп жүрмін. Тойдың күнін өзің айтшы, дейді. Не айтарымды білмей сасып қалдым. Қазірше ешкімге айтпай-ақ қой. Тек мына күнге деп маған айтсам болды. Сонан соң екеуміз отырып талқылап, ағайын туысқан бірге айтамыз деп кете барды.
Бір қызығы бұл осы келгенде ақша сұраған жоқ, және де науқас анасы жайлы біраз сөз қозғаған жоқ. Соңында анаң қандай деп өзім сұрағанымда, анам жақсы, беті біршама бері қарап қалды. Енді маған көзім тіріде үйлен деп қоймай отыр деді де қоя салды. Мына жігітке сенейін бе жоқ па? Осы сезім дегенің түсініксіз бірдеңе екен. Салқыны соққан сиқыр сияқты. Жақсы көріп тұрған соң сөйлеген сөзіне сене саласың. Тіпті сенгің келмесе де өзіңді өзің сендіріп тұрасың. Жан, мен айтуға ұяламын. Тойдың күнін өзің айта ғой деп жаздым ертесіне. Жарайды, маманы соңғы химиясына апарып келейін, сонан соң айтамын дейді. Айтқандай осы химия дегенді бәріміз естіп жүрміз ғой. Бұл өте жаман ауруға салынатын соңғы шанс. Мұның нәтижесі 50-50 деген соңғы үміт. Не қаласың, не кете барасың. Осыдан 10 жылдай бұрын әкемнің қарындасына салған мұны. Сонан кейін көп жүрмеді, бақилық болып кете барды. Иманды болсын дейін 40-қа толған шағында кетті. Соңынан еңіреп 3 ұл мен 1 қыз қалды. Жездеміз болса басқаға үйленіп отбасылы болды. Оның отбасы болған құрсын, әпкемнен қалған 4 бала қор болды. Көбінше біздің үйге қашып келіп жүретін. Осыны ойлағанда, мына жігіттің мамасына бүйрегім бұра берді. Қызық екен, кеше ғана әкемнің сөзінен кейін бәрін тоқтатамын деп отырғанмын. Бүгін сол ойымнан қалып ауып түстім. Өйткені той қыркүйекте болсын деп жігітім жазды. Бірақ бұл екеуміздің ғана арамызда қалды. Өйткені оған әлі 5 айдай уақыт бар еді. Әрі қарай бет бұруға менің де жаман болмады. Себебі мамыр келіп, салонымда қайнаған жұмыс басталды. Мектеп бітіретін қыз жігіттер топ-тобымен келіп кезекке жазылып жатты. Мен сорлы осы тапқан ақшамның жартысын сол жігіттің қалтасына құйдым. Сурет сұрасам жіберді ғой. Төсекте жатқан мамасы екеуі түскен бірнеше фото жіберді. Мұндайда қалайша сенбейсің. Ақшам барда жоқ деп айта алмадым. Бірінші бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.